өзім нольдан жасап келаткандан кейін өзімді әлі де өзімді жасап, одан кейін барып, дәл осы қызға өзі қалаған өмірді беру үшін болашақта иә. Қарашы, мынандай дүниеде, қарашы, болашақта иә дейсің. Дәл осы сөздерді мен болашақта Перизатпен бірге болғым келеді, мен Перизат үйсткім келеді деп, Перизаттың құлағына бір әдемі лапшаларды іліп жүрген сияқты. Менің ойымша, Перизат көзін ашып қарайтын болса, Нұрсұлтан сені просто пайдаланып жүр деп ойлаймын. Оны қалай түсінсеңдер, олай түсініңдер, мен просто сырт көзге қарайтын мнением, Нұрсұлтан жақсы жегізетті, олша жақсы құлаққа отырып алып, Перизатты алдап жүр деп ойлаймын. Себебі сен дымда дайын емессің үйленуге. Сен отношенияға да дайынсың деп ойламаймын. Просто барлық нәрсені, я Перизаттың ығына жығылып жүре бересің да, өзіңе керегіңді алып атсың, статистикаңды алып атсың, қолдаушыларың жинап жатсың да. Бірақ Перизат үшін жасап жатқан нық қадам, үйлену үшін жасап жатқан нық қадамдар ешқайсысын көрмейміз сен тарапыңнан. Баласахан, мен Шерханға жауап беріп кетейінші. Мен қашаннан бері Шерхан Аруна үшін жауап беретін болған, ол бір, екі. Одан кейін Нұрсұлтанға айтып жатыр ғой, қазір үйленуге дайын емес, бір нәрсе емес, болмаса қолдаушыларға ғана жұмыс істеп жатсың деген сияқты нәрсе. Мен ойлаймын, ол полностью дұрыс істеп жатыр. Ешкім істемеген таныстықты істеп жатыр. Бір, махаббат үшін күресіп жатыр. Екі, жұптыққа сөз салды. Үш, жаймен келе жатыр. Сезонның бітуіне әлі бір шама уақыт бар. Соған дейін мен Нұрсұлтан өзі де айтып қалды, нөлден бастап келе жатқан, көз алдымда өсіп келе жатқан бала. Шынымен де өз еңбегімен ешкімге барып жалынбай, өзінің адал еңбегімен бар тапқанын өзіне ғана жұмсамай, отбасына көмектесетін, Перизаттың көңілін табатыны, кішкентай болса да бас болып жүрген бір балалардың бірі деп білем. Одан кейін өзінің адал еңбегімен келе жатыр да. Ал Шерханға мен просто білмеймін, Арунаға жағыну үшін ба, или білмеймін, алдында бізді қосып жүрді ғой, типа Шерхан мен Садолет Арунаға таласып жүр деген сияқты әңгімені тағы да іліп алған ба, или Арунаға просто жағынудың амалы ма сенікі, Шерхан? Енді қара, Садолет, сенің қызғанып қалғаныңа мен кінәлі емеспін, біріншіден. Просто менің айтып жатқаным, дәл сол тойда мен де болдым, дәл сол ситуацияны мен де солай қабылдап қалдым. Аруна екеуміздің ойымыз бір жерден шыққанына мен кінәлі емеспін. Менің просто ойлайтыным, осыған дейін қаншама ситуация болды ғой 3 айдың ішінде, Нони мен Перизаттың арасында. Бірақ барлығында Перизат кінәлі болып қалып жатыр да. Жасы үлкен болсын, Перизат үлкенсің ғой емес, үлкен болса да оның ішінде кішкентай қыз жатыр. Мен просто Перизат алданып қалмаса екен деймін да. Нонидің үндемей бүйтіп жүргеніне қарағанда бұның ішінде үлкен бір арамдық бар сияқты. Мен сол нәрсені бетіне айтып жатырмын. Тоқтаңыз,